Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 12-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде Корей халқының ұлттық тағамы пигоди және корн-дог. Біздің бүгінгі ас мәзіріміз сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен пигодидің қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге керегі 1 кг ұн, 2 шай қасық құрғақ ашытқы, 1 шай қасық тұз және 600 мл жылы су. Барлық ингредиенттерді араластырып, орта жұмсақтықта қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз ашығанша, пигодидің арасына салатын салмасын дайындайық. 1800 грамм ұсақтап туралған 40 қабатқа 1 шай қасық тұз салып, мұжимыз. 40 қабатты мұжыған кезде артық суы шығады. Сол суды алып тастап отыру керек. Және де 40 қабатты тұзбен мұжыған кезде көлемі кішірейеді. Ал енді қазанды отқа қойып, 70 мл өсімдік майын құямыз. Майды қыздырып, 3 бас ұсақтап туралған пиязды салып қуырамыз. Пиязды көп қуырудың қажеті жоқ. 1,5 кг ұсақтап туралған етті салып, аздап ғана қуырып аламыз. Етті ет тартқыштан өткізбеңіз. Себебі ет тартқыштан өткізілген ет өзіндік дәмін жоғалтады. Ет түсін өзгерткен кезде 1 дана ұсақтап туралған сәбізді салып, оны да қуырып аламыз. Сәбіз аздап ғана қуырылған соң, дайындап қойған 40 қабатымызды салып, оны да қуырамыз. 1,5 шай қасық кориандр, 1 шай қасық қара бұрыш және дәміне қарай тұз салып, араластырамыз. Қазанның бетін жауып, 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Жарты сағаттың ішінде біздің қамырымыз да осылай көтеріліп ашыды. Енді қамырды тағы да бір рет илейміз. Қамыр қолға жабысқақ болып тұрса да, май немесе ұн қосуға болмайды. Қамырды екінші рет илеп болған соң, бетін жауып, тағы 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді ең оңай жасалатын тіске басарды дайындайық. Ыдысқа 100 грамм бидай ұны және 100 грамм жүгері ұнын саламыз. Бір шай қасық қант және 1 шай қасық қопсытқыш салып араластырамыз. Құрғақ ингредиенттердің үстіне 100 мл жылы сүт құямыз. Және 1 жұмыртқа салып араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай қоюлықта болуы керек. Мен корн-догтың қамырын 2 есе көбейтіп жасадым. Менің айтып өткен рецептім 10 дана сосискаға жетеді. Бірақ мен корн-догты колбасадан да жасайтын боламын. Және де сосискиді осылай шпажкаға өткізіп қою керек. Ал енді корн-догты қуыру ғана қалды. Табаға май құйып қыздырамыз. Табадағы май қызыған соң, шпажкада қадалып тұрған сосискиді қамырдың ішіне батырып, малып аламыз. Содан соң табаға салып қуырамыз. Қуырылып жатқанда корн-догты осылай қозғап отыру керек. Сонда барлық жағы бірдей піседі. Және де қамырдың құрамындағы қопсытқыштың арқасында сосискидің сыртындағы қамыр үлпілдек болып піседі.
Міне, біздің алғашқы корндогымыз да дайын. Қуырылған корндогты қағаз майлықтың үстіне осылай жайып қою керек. Және де айтып өткенімдей, колбасадан да корндог дайындадым. Колбасадан жасалған корндог өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне, біздің қамырымыз да дайын. Енді қамырды 4 бөлікке бөліп, әрбір бөліктерді тағы да бөліп шығамыз. Кішкентай бөліктерді осылай домалақтап отыру керек. Енді қамырдың бетін жауып, бір-бірлеп түйе бастаймыз. Пигодиді түйіп жатқан кезде, ішіндегі салмасы міндетті түрде суыған болу керек. Және де пигодиді видеода көрсетілгендей етіп түйсеңіз болады. Бірақ бұл маңызды емес, себебі біздің қамырымыз әлі көтеріледі және де өз формасын өзгертеді. Пигодиді түйіп болуыңызбен мантоварканың листін майлап, соған бірден қою керек. Және де пигодидің барлығын түйіп болған соң, мантоварканың листімен бірге жылы жерге 10 минутқа қойып қойыңыз. 10 минуттың ішінде біздің қамырымыз тағы да көтеріледі. Содан соң қайнап тұрған мантоваркаға салып, 30-40 минут бойы пісіреміз. Тағы да айта кететін кеңесім, піскен пигодиді мантоваркадан бірден алмаңыз. Себебі көтеріліп піскен объемын жоғалтуы мүмкін. Піскен соң 5 минут мантоваркада тұру керек. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пигоди тағамымыз да дайын болды. Пигоди сәбіз салатымен өте жақсы үйлеседі. Және де пигодиға арналған корейский соусты да жасауға болады. Дәмі тіл үйіретін бұл тағамды сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ауызашардың 12-ші күніне арналған ас мәзірі ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.